Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'rifatu tawarikhir ruwati. Rawilarning tarixlarini biluv. Ta'rifuhu, ta'rifi. Lughatan, tillik ta'rifi. Tavarikhu jam'u tarix. Tavarikh tarixdan ko'p tura. Wa huwa tarix deganimiz masdaru ar-raha. Ar-raha fi'lning masdari. فعل وزنا فعل يفعل تفعيل الرخاء يورخ التأريخ بوطن يجزنده وسهلت الهمزة همزة فيه بودرده جنلدتلده نيجزه تأريخ بوغريده برا تأريخ مس تاريخ دي بوخدق بر جنلدتلده اصطلاحا تلمينك معناسه هو بول باب جالبه التعريف تانتو بالوقت وقت تانتو الذي قد وقت دسي تضبط به والوقت من نقلنادا الأحوال حالدر نقلنادا ندم بغان حالدر دسي من المواريد أمرك كيلو دم بغان والوفيات قيتس بولو دم بغان والوقائع بروحي غلار بغان مصالة وغيرها بسقادا نسيلر سولار بر نقلاناتن وقتتарды таныта деген. Жалпы тарих қазақша тарих кәдімгі рауилардың тарихы туылуы қайтыс болуы дегендей. المراد به هنا бірақ бұл жердегі мақсаты والمراد به هنا бұл жердегі мақсаты هو ол معرفة تاريخ مواريد الرواة راوилардың дүниеге келу тарихын білу وسماعهم من الشيوخ шейхтардан есту тарихын білу қай уақытта естіді وقدومهم олардың келу тарихын білу ببعض البلاد елді мекеннің кейбір жерлеріне мысалы Бұхараға қашан келді Мысырға қашан келді деген сияқты. Уафаятихим және олардың қайтыс болу уақыттарын білу деп айтамыз. Ахаммиятуху бұл баптың маңыздылығы ва фаидатуху және пайдасы. Хуа бұл бап фаннун мухиммун маңызды бір баптан. Маңызды бап өте. Қала Суфияну ас-Саури, Суфиян Саури айтты. Ламма стa'мала руату ал-казиба рауилар өтірікті қолданған кезде استعملنا لهم біз олар үшін қолдандық at-тарих тарихты. Біз оларға тарихты қолданып, олардың өтіріктеріне жол берген жоқпыз. Wa min fawaidihi және осы баптың пайдаларынан ma'rifatu ittisali sanadi санаттың тізбектің иттисал үзілмегендігін білу, aw inqita'ihi немесе үзілгендігін білу де осы баптың пайдаларынан. Wa qad idda'a qaumun бір қауым иддиа етті, дау көтерді. Риwayatты біз риwayatты алдық деп айтты. Ан қаумен келесі бір қауымнан. Біз олардан риwayatты алғанбыз деп дау көтерді. Фанузира фи тарих сосын тарихқа қаралды. Уақыттарын қарады. Қай кезде алдыңдар деген сияқты. Уақытқа қарасақ, фазахара ортаға шықты. Аннахум бұл қауым за'аму риwayata анхум ол қауымнан риwayatты алдық деп айтқан бір қауым бa'да вафатихим бисинин бірінші қауым қайтыс болғаннан кейін біраз жылдардан кейін өмірге келген екен да. Мысалы қазір отырып алып мен Бұхариден хадис естігемін деген сияқты болып тұр да. Біз тарихқа қарай отыра олардың өтірік екендігін білдік дейді. Амсилатун мысалдар мин уюни тарих тарихтың уюнынан болған. Жалпы уюн деген бір нақтылық мағынасында тарихтың нақтылығынан болған мысалдар. Ас-сахиху фи синни сайидина Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымыздың синни жасы Пайғамбарымыз қай жаста қайтыс болды деген таластар бар. Соның нақтысын айтпақшы қазір. Пайғамбарымыздың дүниеден өтуі, ва сахибайхи және оның екі досы бар, Әби Бәкр және Умар, осы екеуінің өмірден өтуі, радиаллаху анхума, 63 жас деп айтамыз. Уюн деген бұл нақтылық мағынасы, тарихтың нақтылығынан. Таластар бар, бірақ біз қазір нақтысынан зікір етіп кетеміз дейді. Ва қубида Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, Алланың елшісі бұл өмірден кетілден, қубида жаны алынды. Духал иснайни деген дүйсенбі күні духа уақытында. Лисинтай ашрата 12 күні. Халат өткен мен Раби'ин ал-аувал, Раби'л аувалдан 12 күн өткеннен кейін дейсіз, 12-сіне. 12-сі дүйсенбі күні қайтыс болды. Санаты 11 жылы хижри бойынша. Ва қубида Абу Бәкрин радиаллаху анху Абу Бәкір радиаллаху анхудың жаны алынды фи Джамада ал-ула. Джамада ула айында саната 13 дейміз 13 жылы хижри.
وقبض عمر رضي الله عنه في ذي الحجة دا قайтыс болды سنة 23 жылы. وقتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة دا قайтыс болған, قتل өлтірілді سنة 35 жылы. وعمره жасы шамамен عمره оның өмірі, жалпы өмірінің жасы 82 еді. Bir көзқарасы Ибну Тисин деген да, 90 жасар еді деп те келген екен. 82 емес 90 жасар. وقتل علي رضي الله عنه في شهر رمضان. علي رضي الله عنه Рамазан айында өлтірілді. 40 жасында болған. Санаты 40 жылы 63 жасында өлтірілді. Сахабияни, екі сахаба бар. Аша өмір сүрген 60 санатан фил жахилия, надандық дәуірінде 60 жыл өмір сүрген. Ва 60 фил ислам, ислам заманында 60 жыл өмір сүрген. Ва мата бил Мәдина, Мәдина қаласында қайтыс болған. Саната 54 жылы қайтыс болған екен. Ва хума ол екеуі Хаким бин Хизам, Хассан бин Сабит деген екі сахаба. Асхабул мазахиби ал-матбу'a, матбу'аны ерілген мазхабтардың иелері. Бірінші Ан-Ну'ман бин Сабит, Абу Ханифа да 80-ші және 150 жылда өмір сүрген. Малик бин Анас, имам Малик кәдімгі 93-179 жылдары. Мухаммад бин Идрис аш-Шафи'i, имам Шафи'i 150, Абу Ханифа қайтыс болған жылы өмірге келген, 150-204. Ахмад бин Ханбал 164-241 деген секілді. Асхабу кутубил хадисил му'тамада, му'тамад болған хадис кітаптарының иелері. Мухаммад бин Исмаил ал-Бухари, имам Бухари кәдімгі 194-256. Муслим бин Хаджаж ан-Найсабури, имам Муслим 204-261 дейміз. Абу Дауд ас-Сиджистани, имам Сиджистани бұл 202-275. Абу Иса Тирмизи, имам Тирмизи 209-279. Ахмад бин Шуайб ан-Насаи 214-303 жылдары. Ибн Маджа немесе Ал-Қазуини, негізі Ибн Маджамен танымал болған 207-275. Ашхару мусаннафати фихи, бұл саладағы танымал еңбектерден Китабул Вафаят, Вафаят кітабы. Либни Забрин кітабы екен. Мухаммад бин Убайдилла ар-Рабаи, мухаддиси Димаштың мухаддисі бұл кісі. Мутаваффа сана, жылы қайтыс болған, 379 қайтыс болған. Уахуа бұл кітап жалпы мураттабын тәртіптелген. Аль-Синин жылдарға қарап. Бірінші жылдарды айтады, сол жылдарға қайтыс болғандарын қарап, шетінен жазып кете береді. Сосын зиюлдар бар. Зиюл деп айтқанымыз бұл қосымша, қосқан нәрселері. Аль-Китаби Сабиқ, алда өткен кітап Вафаят. Вафаят кітабына қосымшата қосып жазғандар бар екен. Минха сол зиюлдардан кәттәнидікі бар, сымбалил акфанидікі бар, сымбалил Ирақи ва ғайрихим, Ирақи сияқты басқа да ғалымдардың кітаптары бар екен.